Негізі мен оқуға түсуімде қызық болды. Жұмалыққа барам. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетіне барам да. Ең арзан деген қайсы дедім. Беріп 343 және 443 мыңның оқулары бар деді. Мен өткен грантқа түсе алмай қалдым. Платный түсуім керек. Ата-анамды ойладым былай. Платный түсіп жатырмын кішкене. Жеңілдірек болсын дедім де 343-тің мамандығына түстім, тарихатты. Сонда оқыдым. Ойладым, мен не істеп жүрмін мұнда деп. Не істеп жүрмін деп ойлап сөйтіп. Не істеп жүрмін дегенде 4 жыл өтіп кетті. Енді ауылға баруға тура келді. Ауылға бардым. Жұмысқа орналастым. Сосын 3 апта бойы үйге келемін, сумкамды лақтырам. Жасамаймын мен жұмысты. Өйткені ответственность көп та мында. Жасамаймын деп жүрдім бе? Бәріне должен. Бәріне должен, бәріне жасауым керек. Лақтырып тастаймын. Сол ойландым, лақтыра берем ба? Давай кішкене жақсы жаққа өзгертіп көрейін нәрсені дедім де. Ізденіп бастан YouTube ақтарын, YouTube'тағы ашық сабақтар көп қой. Соның барлығын қарап отырдым. 45 минут бойы қарап отырдым. Қарап жатам. Ұйқыға кетер кезде қараймын, әсіресе. Қарап жатам да. Сосын ойлар келіп бастады. Мынаны былай өзгертсем қалай болады? Сөйтіп платформалармен таныстым. Қазіргі таңда өте жақсы платформалар. Естіп жүргенде шығарсыз. Quizzes дейтін, Kahoot дейтін, Clickers деген. Соларды көрдім де, мыналар менің жұмысым жеңілдетеді екен ғой деп. Соларды байланыстырып, сабағымды қазіргі жағдаймен байланыстырып өткізіп, сөйтіп өзгерттім. Күйеулер айтып жатады, мен мұғалім болуды бала кезден армандадым. Ондай болған жоқ менде өше. Ешқандай болған жоқ, мен мұғалім боламын деп өше. Сіз алдында бір текст жібердіңіз, 3 ұйықтасам да түсіме кірмеді деген сияқты. Сол 3 ұйықтасам да, 5 ұйықтасам да түсіме кірген жоқ, мұғалім боламын деген. Неден қашсаң сол келеді дей ме? Мұғалім болғым келмеді, мұғалім болып кеттім. Сосын сол басында қиналдым енді. Мен не айтам, оқушыға не бере алам, менен ол не ала алады деп қиналдым. Сөйтіп сол тұрғысында енді 2019-2020 жылғы 11-ші А мен Ә класына рахмет еткім келеді. Солардың арқасында мен көп нәрсе үйрендім. Мысалға, ЮНИСЕФ бар ғой, балаларды қорғау. ЮНИСЕФ түсіндірген кезде мен былай айтам. Балдар Джастин Бибер танимыз да, Селена Гомес танимыз да, бәрі танимыз, Анджелина Джоли танимыз да, бәріміз танимыз дейді. Сол ЮНИСЕФте бар деймін де, ЮНИСЕФ туралы айтып кетемін. ЮНИСЕФ ол балаларды Біріккен ұлттар ұйымының жанынан құрылған балаларды қорғайтын ұйым деп. Сөйтіп түсіндірген негізі өзіме де ыңғайлы. Инстаграмда тұрамын да, танимыз да, дейді. Сол жақтан алып кетеміз. Негізі өмірмен байланыстырып алып кетсең, барлық сабақ қызық болатын сияқты. Өмірмен байланыстырып алып кетсең. Мысалы, қазір кітаптарда көп қой негізі. Сол қазіргі жастарға көбінесе байлар ұнайды, миллиардерлер. Оларды көп естіп алған. Сосын мынадай қағидат бар оларда. Оқып не керек? Лучше курс оқып алмайын ба? Немесе көптеген бай адамдар істеді, 7-ші сыныптан оқуына шығып кетті, сабағынан мектептен кетіп қалды, 6-ші сыныпта сабақтан кетіп қалды деп. Сондай ой қалыптасып қалған, сол стереотипті негізі бұзғым келеді мен өзім. Оны сосын айтамын оқушыларға, 9 бітірейін деп жатқан оқушыларға, сен 11-ге қал. Енді өзім сабақ беретін оқушыларға айтамын оны, сен тарихтан ұбыттан қиналма деймін. Өзім дайындаймын деп айтамын. Ал басқа пәндерге жауап бермеймін деймін бірақ. Бірақ айтам, оқу сауаттылығы оңай, математикалық сауаттылығы оңай, тарихта оңай деп есептейікші, қалған 2 пәнге дайындалшы болды деймін. Бәрі қолдарынан келеді негізі. Өзімнің грантқа түсе алмай қалғандығымнан оларға айтқым келеді. Олар бірақ кейбіреулер бар енді, ойланады, кейбіреулер бар. Өз қателігімнен сабақ аламын деп айтатын шығар енді. Мен үшін негізі, білмеймін, барлық мұғалім үшін де сол шығар. Баланы мойындау, мынау. Осы ағайын сабағын күтеміз, немесе осы мұғалім сабағын күтеміз. Осы мұғалім жаңа нәрсе үйретеді, осы мұғалім сабағы қызық десе, мәртебең көтеріліп қалады. Өз-өзің әріптестерің алдында да мәртебең көтеріліп қалады. Өзіңде андай бір, мана өз-өзіңе довольны болатын кез бола ма дегенде,
өзіме сол кезде довольный болдым. Ол тиеді, ол тиеді, бірақ та бір жақсы біздің ауданда тарихтан репетитор жоқ. Жоқ, сіздің айтқаныңызда мана мысалға мен математикадан берем, қазір көбінесе математикадан барады репетиторлыққа. Басқа мұғалімге тағы плюс қосымша дайындыққа барса, ол негізі қарным ашиды, түсіреді, көңілге түсіреді. Мен үшін негізі өзімнің ұстанымым бар, өзім ұстаным, любой дегенде орысша кетіп қалды. Негізі әр мұғалімнің өзінің ұстанымы болады негізі. Барлық мұғалімнің ұстанымы болады. Ұстаз шам сияқты дейді. Шам сияқты. Ол өзгелерге жарық беру үшін өзін ертеді дейді. Және осы сөзге келсем, және де мен өзімнің жеке ұстанымым негізі оқушыға білім беру ғана емес, оның өмір арнасын өзгертетін де ұстаз болу керек. Өмір арнасын жақсы жаққа өзгерте білсе, ол мен ондайларды нағыз ұстаз деп айтамын. Менде негізі бір қызық, бәріне айтамын көбіне. Менде андай не бар деп, on-off деген. Мұғалім, жұмысқа келдің ба? Мұғалімдік деген онға қосылады. Оффқа қосылады. Оқушылармен дос ретінде сөйлесем, бірақ та енді кейбір оқушылар болады. Дос ретінде сөйлескенде басқаша түсініп қалады да, сен деп кетіп жатады. Негізі сол кезде мен субординация сақтау керектігін оған ескертемін. Мен сенімен дос ретінде сөйлесем, бірақ та сен субординацияны ұмытпауың керек деп, арақашықтықта ұмытпауың керек деп. Соны ескертемін, келесі күні тағырысы тағы ескертемін, тағырысы тағы ескертемін. Оны ескерте беремін. Бірақ та айтам, сенімен қазір сөйлесіп тұрмын ғой, дос ретінде. Бірақ егер де сен оны қайталай берсең, ол арақашықтық алыстай береді деп. Дос па? Достан жай таныс деген сияқты. Таныс дегенде оқушының, негізі оқушылармен қазіргі таңда еркелетіп алады деп айтады, бірақ негізі дос ретінде сөйлескен жақсы. Өзім оқушы кезімде ондай мұғалім таба алмадым негізі. Дос ретінде мен осыған айтайыншы, ол қандай ақыл айтады маған деген сияқты. Сондай мұғалім таба алмағандықтан да шығар, өзім сондай болғым келетін. Осыған мен барлығын айтып көрейінші деп. Жоқ, керемет мұғалім деп айта алмаймын өзімді. Менде қателіктерім көп негізі. Бірақ та сол айтады ғой, гений, яғни гений біреудің қателігінен сабақ алады. Ақылды адам өз қателігінен сабақ алады, ақымақ адам екеуінен де сабақ алмайды дейді. Сол өзімді ақылды адам санаймын деймін бе? Яғни өз қателіктерімнен сабақ алуға тырысамын. Жас маман болғандықтан, аға буын ұстаздан ба? Аға буын ұстаздан да. Жас маман болғандықтан бізде міндетті үлкен буынның, аға буынның сабағына қатысу. Сол кезде сабақтарға қатыстым. Алған нәрсем көп енді. Оқушымен қалай байланыс жасау керек? Өйткені менің ең алғашқы сабағым әлі есімде. Есімнен кетпейді ол. Ең алғашқы сабағым қалай қобалжығаным, не айтуым керек, не айтпауым керек деп. Сол сияқты сосын, сол үшін мен қатысып бастадым. Енді көп қатыспадым, мен мойындау керек. 4-5 рет қатысқан шығарым. Сол кезде енді мұғалімдерден алғандарым көп, бірақ та жаңа айттым ғой сізге. Үйге келем, сумкамды лақтырам. Үйге келем, сумкамды лақтырам, үйге келем, сумкамды лақтырам. Үйге келем, сөйлесем, шығып кетем, шығамын. Сосын оны мен неге де айттым? Ғылыми орынбасар, ғылыми заводшы дейді. Сол кісіге айттым, мен мына жұмыстан шығамын деп. Сол кезде ол үлкен көмектесті маған. Яғни қолдау берді. Негізі сол көп жетіспей жатады негізі. Бізде жас мамандарды кінәлай береді. Соған ішім күйеді кейде. Сондықтан қолдау жетіспей. Барлық жұмысқа да қолдау керек қой негізі. Ол жас па? Сен қолдау көрсет. Қолдау көрсете бер. Ол қандай адам болса да қолдау көрсете бер деп айтқым келеді.